Tumanға орап тілекті тағы 4-5 жыл. Тәтті арман көңіліне тоқ санап, күте бер, сағат санап, сәт санап. Кейде ұсар тағдырынан малы болып, көкірегінде мазда ұйытқып жанады от. Тым болмаса Құдай-ау, алдан шығып отыратын бала жоқ. Артса да бір күннен соң бір күнге, жалғыз жанға жараспайды күлкінге. Болмады ғой, болмаған соң ақыры, көз шығарды, ерге шықты бір түн. Сол түні тыңы шықты, жаңа үмітін жағып бір, көкірегіне қанағаттан тағып күл. Ал таңертең арман болған күйеуі терезені қағып тұр. Ғайша сорлы күйіп кетті, бұл қорлықты көргенде тастай қатып қалды, тілсіз естен тана өтер. Сонан соң шашын жайып жіберіп, күйеуінің аяғына құлады. Құлап жатып ағыл тегі жылады, жылап жатып зарлады, өзін өзі жерге соғып қарғады. Махаббатым құм секілді, мінезі жоқ сырғыма, жүргеніңмен көп опық жеп алма. Ғайша кенет сүйретіліп орнынан тұрды да, бір ғана ойға табын тіреп түбірлі. Ту еңісте ағып жатқан долданып, асау-ақ сөздеріне жан ұшыра жүгірді. Бағаласаң махаббатты бағала, бағаласаң махаббатты бағала. Селден кейін сорлы, орамалған түрлеріндегі осы мазмұнда сенген көркемдік құндылығын бағалау. Осы мазмұнда шығармамен байланысты құндылығын бағалау. Қазір мен сіздерге бір өлең жолдарын оқып беремін. Сол өлең жолдарынан мазмұнына мән бере отырып, кімнің кімге айтқан өлеңі тыңдап отырамыз бәріміз. Соған жауап бересіздер, және сол шығарма арқылы жырында өтілген бір қыз немесе ұл балдар сахналық көрініс образын жасап береміз. Мықтылардың күйін шертіп өтер күн, заман керек адам соның бұдағы. Мен туғанда досым сенің әкеңнің, жазу абай жайлы кітап. Менің әкем соны оқып, ұзақ күндер отырды оңаша, бір биікпен табыстым деп тамаша, шапқан ұтты балаша. Айқара ашып аспанын, жинап барлық достарымен қастарын, ниетімді құттар деп, бұл есімде ерекше бір құттар деп. Мына менде перзентіме сол күні ат көкіректе арман көп біздің ауыл иттерінің атыдар. Келеді ылғи бөрі басар, арлан жоқ. Бірақ әлі қастыр алған бірі жоқ, қасқыр түгіл қоя құстар түрі жоқ, деп күліпті түрді отырған бір кісі. Жұрт шапқан су секілді басылды. Әлгі адамнан ажуалар күлкісі. Әкем сонда бесігіме сүйені, күріп-күріпті көңіліне құлаған. Ұлым, сенен сұранам, тірлігіңге бой көрсетпе жырадан, ұлым мені таба қылма мынаған. Қыран болсаң кеңістік көп қайдаған. Деп сенің жымиыпты жай ғана. Мен ержетпін, әлбеде қас қылғандай, қалжыңын тасқа ұрғандай, атқа мінгір болса да көп арманы. Әкем уақыт көре алмады ол тағдырдың мергендігін, ұланының жырдан бұл тергендігін, Абай Мұхтар бастаған ел әйгілі.
Ұлы көштің соңынан келгендігін. Сапар сайын олжасыз болып қайтпадым. Көрмеді әкем талайдан бақ қайтқанын, көрмеді әкем баяғы қылжың бастың, немересі жырымды жатқайтқанын. Мейлі қайғым көп болсын шашымнан да, мейлі қасым көп болсын досымнан да, борыштымын есімін маған берген, сенің әкең секілді асыл жанда. Менің тұңғыштарым басылғанда, үміт оты алдымнан шашылғанда, анам байғұс шаттықтан жарылардай, жыртық ескі кедісін сүйрелектеп, көршілерге жүгірді күйрелектеп, сосын үнсіз тұрды да ойға қалып, үйренбеген әлі де тойға барып, менің титтей елеусіз кітабымды ұлы тонның қасына қойға барып. Мұның не деп айтуға жарамадым, досым бұған мысқылмен қарамадым, перзентінен даналық күтетұғым, әдеті ғой ежелде бар ананың. Дей алмаймын өнерде бостамалам, бостамалсам жанымды жастамалам, абай ақын бір басқа, мұхтар басқа, мен де досым ендеше басқа. Жол іздеймін әлі ешкім бастамаған, өзіме шақ көгілдір аспан алам, сағыныңмен күн кешен мен ертеңді, сүйіп өтем өлгенше кең өлгенді. Мұхтар деген киелі марқұм әкем маған тегін қоймаған бұл есімді, мен осынау сенімнен айырып отам, қастарыма күшімді пайымдатам. Өзім қанша мықтымы мойындадым, енді өзімді соларға мойындадым деп кім айтты, кімге айтты?